Bir күні Айжан ойнап жүріп, ойыншық қоянды сындырып алады. Ол қатты қорқып, енді апам ұрсам екен, деп ойлады. Бірақ ол өтірік айтпай, шындықты айту керектігін біледі. Анасына барып, анашым, кешіріңізші, мен ойыншық қоянды сындырып қойдым, деп шынын айтады. Ал анасы болса күлімсіреп, айналайын, шыншыл болғаның қандай жақсы. Зат сынар, ал адалдық мәңгі қалады, деп Айжанды құшағына қысады. Ол адалдық дұрыс таңдау екенін тағы да түсінді. Қорытынды: шындық айту ең маңызды қасиет.